Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Сүйген жүрек телесериалын айтатын боламыз. Бүгінгі бөлімде Жанан мен Салих екеуі сөйлесіп отырады бір кафеде. Жананға Лейляның кішкене кезінен бастап жазып жүрген күнделігін береді. Салихтың келіншегі екеуін аңдып жүрген болатын. Екеуін яғни кафенің басқа бөлмесінен алыстан қарап отырады. Екеуі сөйлесіп, тіпті Жананға күнделікті беріп, тіпті қолын ұстағаннан кейін Салихтың әйелі неғылады, таңғалады, бұлар неге ондай деген сияқты жүріп жүр ма деген секілді, немесе баяғы әйелі ме екен деген секілді сондай нәрсе ойлайды. Одан кейін Берна, Альпер екеуі үйге келеді. Альпер оған айғайлайды: киімдеріңді, мен қазір кетем, келем дегенге дейін киімдеріңді жинап дайындап қой, үйден кет, енді маған керек емес, мен уже болдым, тойдым, уже не қылатынның өзі осы чешек үшін ғана бәріне шыдап жүрмін дейді. Берна жылайды: қызымды көрмей қалай шыдаймын, ол менің қызым ғой деген сияқты сондай сөздер айтады. Одан кейін Берна мен Альпер екеуі үйдің ішіне кіріп, екеуі де чечекті құшақтайды. Сосын ол жердегілердің барлығы Бернаға талпа басталады: сен неғып жүрсің, ұятсыз екенсің, анау да мынау деп енді біраз сөздер айтады. Менің саған сұрағым бар, сұрағым көп деген секілді Сюзанды айғайлайды, сол жерде басталады. Одан кейін Альпер Сюзанды былай жиекке шақырып алып оған айтады: қазір мен кетемін, Берна мен келем дегенге дейін киімдерін жинасын, және оған оны бақылап жүр, қызыма өтірік ешнәрсе айтпасын, қызыма тағы бірдеңе айтып алып үйде қалып қойып жүрмесін деген секілді біраз нәрселер айтады. Одан кейін Хашмет пен Изги екеуі отырады, яғни кафеде. Хашмет айтады: мен сені Ингемен кездестіруге әдейі шақырдым дейді. Изги оған мәз болып қалады. Одан кейін сендерді әңгімелессін деп ойлап едім деп. Одан кейін кафеге Ингейн келеді де Хашмет екеуі сөйлеседі. Хашмет айтады: мен бір нәрсенің ілікті тапқан секілдімін деген сияқты, кешке қарай жұмыс жаққа кел дейді Ингенге. Өзі Хашмет кетіп қалады. Одан кейін Инги мен Изги екеуі шамалы чуть-чуть қана не қылатын болған, сөйлескен жоқ, бірақ енді бір-біріне қарап, енді қанша дегенмен екеуі бір-біріне ғашық, екеуі сөйтіп тұрып қалады. Одан кейін Хашмет Ингенге айтып кетеді: әлгі әйел не істеді, Альпердің әйелі деген секілді сондай сөздер болады. Инген айтады: әйелі үйіне алып кетті, яғни деген секілді. Бірақ Хашмет оған тағы да: қалай ол әйелмен бірге жүр, егер де маған ондай солай жасаса біреу, мен 15 күн оны қинап өлтірер едім, адамдардың барлығы оның еттерін, сүйектерін табар еді деген секілді сөздер айтады. Одан кейін Лейла Онурдың анасына келеді, сәл әңгіме айтып отырады. Одан кейін есікті Альпер қағады. Альперде келіп анасына: енді бекем болыңыз, балаңыздың арты қайырлы болсын деп Лейла екеуі көңіл айтады. Анасы қатты жылайды, талып қалады сол жерде. Сонымен қасында Лейла мен Онур екеуі отырады. Одан кейін Жанан Лейланың күнделігін оқиды, мектептегі кездерін, және өзінің туған күніне жазғандарын, және менің анасын туралы, анасын неге тастап кеткен туралы барлығын осы күнделікке жазған екен. Әр жазғанын оқып Жанан жылай жөнеледі. Одан кейін Симгейді көрсетеді. Симгей, яғни Лейланың өгей сіңілісі, Симгейді көрсетіп, ол өзінің ішін ұстап күліп отырады. Яғни жақын уақытта мен саған жақсы жаңалық айтамын деп, яғни аяғы ауыр екен айтама, білмеймін ол жағын, солай деп айтып отырады. Одан кейін анасы келіп
Семгейге анасы келеді де айтады, Жанан ханымның қайда туғанын, бұрында үйленген бе екенін, ажырасқан ба, барлығын анықта дейді. Ол Семгей иә мақұл деп оған жауап қайтарды. Одан кейін Альпер өзі үйде отырып Берна екеуінің бастан кешкен оқиғаларын еске алады. Яғни Бернаның өзінің алдап жүргенін, талай уақыттан бері жаңағы Онурмен бірге өткізгендерін, бір үйде жүргендерін барлығын есіне алып отырады, жынданып отырады. Мен қалай соқыр болған екенмін деп. Одан кейін үйге Ләйла келеді. Екеуі Альпер Ләйляға айтады, мен бейшара, мен бейбақпын, енді менімен кездеспей ақ қой деген секілді сондай сөздер айтады. Ал Ләйла болса оны тоқтатып, мен сені күтемін, менің барлық нәрсемді, барлық ойымды, менің барлық не дейтін еді, болған оқиғаларымды білесің, мен сенен еш нәрсе жасырмаймын деген секілді сондай сөздер айтады. Альпер кетіп қалады. Одан кейінгі Сюзан доғылданып Бернаның киімдерін чемоданға салып жатады. Өзі жинап, бұл деген әлі отыр, ол киім жинайтындай болып отқан жоқ, бұл үйден ол кетпейді, ол мен қазір оны қуып шығамын деп киімдерін бәрін дайындап отырады. Одан кейін Берна мен қызы екеуі төсекте жатады. Чечекке екеуі әңгіме айтады. Чечек айтады, анашым, сенің исің сондай әдемі, күшті деген секілді. Ал Чечек маған әлде өлең айтып берші деп айтады. Ал Берна оны өлең айтып ұйықтатады. Одан кейін үйге Альпер келеді. Бернаны көріп, сен әлі кетпедің ба, үйден кет деп сол жерде айғайлады. Берна айтады, мен бүгін қалайынша Чечекті зорға ұйықтаттым, ол қорқып қалды деген секілді сөздер айтады. Бірақ оған сөзіне тыңдайын деп жатқан Альпер жоқ, оны чемоданын алып далаға лақтырып жібереді. Берна болса сол жерде жылай бастайды. Сонымен бүгінгі бөлім аяқталды. Егер де қызық болса, келесі бөлімді көргілеріңіз келсе, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.